Анда шашып атар бейғарез таңлар, сазлы намаш алып, хош болар уақытың. Har күні жаңалану қайда қарасаң, шадлық сазын шалып ойға таласаң, шектіріп минеттің симфониясын, бақыт дутарын қолға аласаң. Ассаламу алейкум, құрметлі бүгінгі салтанатлы кеше мейманлары. Бүгінгі кешемізге жиналған бәрше қатынасушылар, Қоңырат районында жаңадан құрылып атырған, заманауи түске ендірілген 43-ші Саллы Улума білім беру мектебінің ашылу кешесіне қош келіпсіздер. Кешені ашып беру һәм құттықтау үшін сөз Қоңырат районы әкім орынбасары Сейітмұратов Жәмшитке береміз. Махамат. Барлығыңызды міне кіріп келген, Улума елімізге кіріп келген жазару жаңалану байрамы Наурызы байрамымен Шеңгеуілден құттықтаймыз. Район әкімдігі атынан міне көптен күтілген міне 43-ші Саллы мектеп ең ескі мектеп еді. Район орайындағы міне бүгін ашылу салтанатына келіп отырмыз. Ашылу салтанатымен барлығыңызды құттықтаймыз. Мектеп жамаатын, сөйердегі міне махалла жамаатын, сөйерде міне ұлларыңыз, қызларыңыз оқып тәрбие алып жатырды. Ақиқатында да бұл үлкен район орайы үшін үлкен көрік бағышлайды. Әзір бұл жерде де жазып қойған шығар. Бұл жерде енді бұны дақылат оқуымыз шарт емес. Кеше 9 миллиардтан астам қаржы сарпыланған. Республика бюджетінен бұл үлкен білімдендіруге қаратылып жатқан, Улума мектеп системасына қаратылып жатқан үлкен товар деп ойлаймыз. Құрметті президентіміз алып барып жатқан бұндай ардана саясаттың міне бір бөлігін көріп отырмыз. Кейінгі жағында да мектеп жамааты Жәнібек басшылығында ауызбіршіліклі осы мектепте бір жақсы ұл-қыздарымыз жетістіп шықсын. Пән олимпиадаларында, халықара олимпиадаларда осы жетіскерліктерге ерсөнетілікке сыпылдатып қаламыз. Және бір мәртеміне кіріп келген жаңа жылымыз, мұсылманның жаңа жылы Наурыз байрамы құтты болсын. Барлығыңыздың шаңырақтарыңызда амандық болсын, елімізде тыныштық болсын. Сол міне биылғы диқаларымыздың тастап жатқан тұқымлары 1000 болсын. Жақсы күнде көрсін, несіп етсін. Рахмет. Районлық мектепке шекенге һәм мектеп білімдендіру бөлімі бастығы Ербуланова Фатима Даумшарова. Ассаламу алейкум, құрметлі кәсіптестер, құрметлі бүгінгі ашылу мәрәсіміне келіп отырған құрметлі жас өлкелеріміз, ветеранларымыз, ұстазлар, құрметлі меймандар. Міне Жәмшит Сейітмұратов өзінің баянатында Улума білім беру мектептерінде болып отырған жаңалықлар, қала берді байрам насебетіне байланысты міне бүгін мектепке шекемгі һәм мектеп білімдендіру бөліміне қарасылы 43-ші Саллы мектепте болып отырған бір есте қалатұғын тарихи уақиялардың бірі ашылу марасымы. Һәмеңізді бүгінгі осы мектептің ашылу марасымымен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз байрамы қарсаңында, яғни әлем нұрға толсын, сен мен Наурыз деген сүрен астында республика бойлап Наурыз байрамлары һәме жерде байрамланып жатырыпты. Осы байрам насебетіменен кеше районымызда үлкен байрам болып өтті. Міне бүгін 1966 жылы салынған имараттың орнына 9 миллиардқа жақын инвестиция дәстүрі цикарында салынып жатырған жаңа имарат ашылу алдында тұрыпты. Бұған дейінгі болып өткен жағдайларды осы мектептің жамааты, қала берді осы жерде жасаушы махалли ақсақалары, жамаатшылық көзбен көріп, көз қуанатын дәрежеге алып келу аңсат болмады. Міне осы дәрежеге алып келуде бізге жақыннан жәрдем берген, осы имаратты салған құрылысшылар, қала берді осы мектептің пыдайы ұстазлары, жас өлкелері жан-жақтан бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, ауызбіршілікті түрде ұсындай имаратты, оның ішінің безелуі, қала берді ұсындай ертеңгі келешегіміз болған жастарға осы балаларды тәрбиялауда, шараят тудыруда мектеп жамааты жан-жақтан жәрдем бердіңіз. Сіздерге мыңнан бір рахмет айтамыз. Қала берді құрылысшыларға да рахметтер айтамыз. Бүгінгі байрам һәмеңізге құтлы болсын. Сонымен бірге осы мектепті ең Өзбекстанға белгілі инсанлар біткеріп шықты. Атап айтатын болсақ, өзіңізге белгілі Қоңырат Баяға Шарипов, белгілі Шпакер Сәрсенаға Жұмамұратов, Рахил апа Құрбанова, Ашық Мамыт аға Ибрагимов, Ұзақ Баяға Юсупов. Сондай-ақ осы мектепте тәлім тәрбие алып, әзіргі уақытта қатарда жүрген азамат апаларымыз, азамат ағаларымыз бар. Және осылардың қатарында Арызбеке
Жанибекованы айтсақ болады, Коклинаға Сабуровты айтсақ болады. Біздердің тәлім тарауында неше жылдардан бері менет етіп Підай ұстазымыз Қожабаев, Камалаған айтсақ болады, Шпакер ұстазымыз, Шпакер ветеранымыз, Аламберген аға Асемовты айтсақ болады. Атап айтатын болсақ, бұл жерден қаншадан қанша Підайы мемлекетіміздің, республикамыздың бас көтерер азамат ағаларымыз, апаларымыз шықты. Мен ойлаймын, осы жерде біткеріп атырған жастарымыз ертең күні осы ағаларының, апаларының жолын беретін, республикада белгілі бір орыларды елейтұғын перзентлер болып жетсет деп ойлаймын. Соларды тәрбиялауда жақыннан жәрдем беруші міне Підай ұстазларымыз сіздердің жұмыстарыңызға тасқын табыстар тілеп қаламыз. Байрамларыңыз байрамларға ұлассын. Әмеше біздердің қол астымызда болып атырған халықтың ертеңгі игілігі үшін менет етіп атырған ұстазларымыз осы перзенттерімізге тиянақылы білім беріп, жәмиетте өзінің орнын тауып кетуге атсалыс етті сіздерге сенім білдіреміз. Байрамларға ұлассын. Сөз нәубетін ветеран ұстаз Yoldaşova Zeliha апаға береміз. Мархамат. Құрметті меймандар, құрметті ата-аналар, әділі мұғалімдер, бүгін мінекей біз үлкен қуанышқа бөленіп тұрмыз. Себебі бұл мектептің тазадан ашылуы біздің балаларымыз үшін де, халқымыз үшін де үлкен қуаныш. Бұл мектептің түп декары 36 жылда башланған. Қала берсе 66 жылда тазадан салынды деп атырыпты. Мен осы мектептің оқушысымын, осы мектепте директор болдым, бірақ та мен есапқа ілмей қалдым, ілмей қояйын. Деген мінеме айтайын дегенім, 67 жылы біздер ана Көпірауыздағы мектепті біткердік. Одан кейін мына мектептің келіп, мына майда жүйде таш ташларын теріп кеттік. 68 жыл бұл мектеп пайдалануға берілді. Мен 2000 жылы мына мектепке директор болып келген уақытында мектептің ахуалы қатты қиын ахуалда еді. Міне ата-аналар, біргешілігі мұғалімдер біледі. Мен өзім пенсияға кетіп бара жатқан уақытында минет эстафета таяғымды Жаныбек балама беріп кеттім. Міне одан берді әдеуір жылдар болды. Мектеп тек қана районда емес, республикаға белгілі мектеплердің бірі болды. Мектеп деген не бұл? Ең зәулім имарат. Имаратлардың ішіндегі ең сиқырлысы, ең пірлісі. Себебі ол инсан тәрбиялайды. Инсанның қалбін тәрбиялайды, инсанның білімін тәрбиялайды. Қайсы елдің балалары білімлі болса, ол елдің келешегі ұлы болады. Мен сіздерге мінекей бүгін қош байрамның арапасында тұрппыз. Кеше ғана районымыздың халқымен бірге минеткеш халықлар, мұғалімлер, оқушылар, ата-аналар барлығымыз Наурыз байрамын байрамладық. Наурыз бұл ұзақ жылдар davamında байрамламай келді. Біздің дініміз, біздің үрп-әдетіміз айғасы болды. Сүмелеклер қайнатылмады, Наурыз берілмеді. Мінекей мұстақылықтың шарапаты менен мынандай мектеплерге ие болдық. Мен көрген уақытта тамақларын тығып кеттім. Мына мектептің қандай ахуалда екенін мен көрдім. Төбелерінен құрымы ағып атырған мектеп еді. Мынандай, бұның үшін мен басылап үкіметімізге, президентімізге, районымыздың басшыларына, мінекей білімдендіру тарауының басшыларына, барлық құрылысшыларға, мектептің директоріне, қала берсе мына зыр жүгірген мұғалімдердің барлығына рахмет айтамын. Еліміз тыныш болсын. Өзбекстан мінекей мұстақылықтан кейін көп рауажданған мемлекеттердің қатарына орын алды. Бұл мемлекетті алға ілгерілету біз педагогтардың қала берсе тәрбиялаған балаларымыздың арқасында болады. Байрам боларсын. Мен азғантай бір қосып оқып берейін байрамға арналған. Бұяғы ғарылық, Bahar bayramı hamımızga kutlu olsun, yüzleri sen külge ayrılmasın. Mına pedagoglar sizlerge tanımaz güç gayret dileymen. Niki rayon başçıları sizler arkalı yerimiz hamma vaqtda ravajanıda oladı. Sizlerдің martebeniz bəlent olsun, gen sağlık olsun. Her bir semiyada dasturxanlarınız tolu olsun, analардың gözünde жас olmasın. Perzentler anam deyip talpınmasın. Hamma vaqtda elimiz alдағы ravajangan ellerдің biri olsun.